өрлі біліктілік арттыру институтының бірінші қадамы әрине мұғалімдер қауымына келесі 2017 жылы жаңа стандартқа көшу барысында білім жеткізу жүйесінде қандай жаңалықтар бар, қандай өзгерістер бар, осыған ақпарат беру аясында және бұл үлкен облыстық семинардың негізгі мақсаты критериалдық бағалау деген не, бұның жаңағы білім сапасының кепілі деп айтып жатырмыз. Енді бәрімізге мәлім, 2011-20 даму бағдарламаның аясында келесі 5 жылдық, келесі екінші 5 жылдықтың түпкі мақсаты әрине жаңартылған бағдарламаны іске асыру, оны жаңағы апробациядан өту мақсатында өтеміз. Сондықтан критериалдық бағалау мұғалімнің қазіргі таңда ең басты, ең күрделі мәселе деп саналады. Себеп біз мысалы 70 жыл, 20 жыл аясында 90 жыл десек те болады, бағалау жүйесі сол классикалық әдіс тәсілде өтетін болғандықтан, әрине критериалдық бағалау біздің мұғалімге келешекте қиындық тудыру мүмкін. Өйткені критериалдық бағалаудың түбінде тек қана жаңа бағалау жүйесі емес, соның ішінде педагогикалық, психологиялық, философиялық тәсілдерді игеру екенін бәріміз де оны түсініп отырмыз. Сондықтан мына бүгінгі семинар, жаңа бастауыш кафедрасы ұйымдастырумен өткен семинар, өтіп жатқан семинар сәтті өтеді деп ойлаймын. Бұл критериалдық бағалаудың мазмұнын немесе құрылымдық ерекшелігін айтып кету мүмкін емес, өйткені бұл жалпы бірнеше жылға арналған үлкен бағдарлама. Сондықтан критериалдық бағалаудың ең болмаса жалпы түрде қандай құрылымда, қандай мазмұнда, қандай талаппен өтетінін негізгі семинардың мақсаты осы деп ойлаймыз. Енді семинарға сәттілік тілеймін, сұрақтар ойлайды деп ойлаймын, болады деп ойлаймын, өйткені барлығы қатысып жатқан аудандарға бір ғана талап, осы мұқият тыңдап, түсінбеген жерлеріңізге сұрақ қойып, осы жаңағы семинарда пайдалана отырып, келесі 29 ақпаннан курсқа келетін мұғалімдерге алдын ала бір дайындық есебінде қабылдауларыңызға өтінеміз. Рахмет. Бағдарлама бойынша мен Мереке Исламбекқызы білім беруді жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау тақырыбындағы баяндамамды ұсынамын сіздерге. Елбасының Қазақстан 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолдауында әлемнің дамыған 30 елдің қатарына қосылуды мақсат етіп отырған ел ретінде бізге кәсіби деңгейі мықты мамандар керектігін айтты. Бұл тұрғыда біз болашағымыздың тізгінін, техниканың тілін меңгерген, көзі ашық, көкірегі ояу, сауатты ұрпақ ұстайды деп отырмыз. Олай болса, 21 ғасыр мұғаліміне сай болу үшін ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, кез келген ортаның ұйытқысы болу керек. Қазіргі таңда Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге бағытталған жаңа білім беру жүйесі құрылуда. Білім беру жүйесінде жаңа мазмұн, өзгеше жағдай, өзгеше қарым-қатынас, өзгеше тәртіп, өзгеше педагогикалық менталитет қалыптасуда. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеудің қажеттілігі туындайды. Осы қажеттілікті шешу жолдарының бірден-бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі ұсынылып отыр. Білімнің іргетасы бастауыш сыныпта қаланатыны сөзсіз. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімі ақ-парақтай кіршіксіз оқушыға қалай тәлім білім берген жағдайда жоғары оқуға барғанда, буынға барғанда оқушылар сөзсіз білімді нақты игере алады. Яғни бастауыш сынып мұғалімдеріне қойылатын талап өте жоғары. Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау, оқу үдерісінің маңызды да салмақты бөлігі болып табылады. Оқу үдерісінің басқарудың алтын кілті бағалауда деп айтуға болады. Критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес, ұжым ішінде өңделген, оқушыға, ата-анаға және мұғалімге түсінікті нақты анықталған критерийлерге негізделген үдеріс.
Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі заман талабына сай, бәсекеге қабілетті, білімді, іскер ойлау жүйесі дамыған, логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастырады. Жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой өрісін әрі қарай дамытады. Оқушылардың білім сапасы артады. Оқушының тұлғалық бағытының белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы. Тұлғаның өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бақытқа жеткізетін шығармашыл бағалау жүйесі деп атап кетсек те болады. Критериалды бағалаудың моделіне келетін болсақ, жалпы критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып екіге бөлінеді. Жиынтық бағалаудың өзі бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау, білім беру деңгейі бойынша жиынтық бағалау болып, ол үшке бөлінеді. Жалпы жиынтық бағалауға біз ұзағырақ бүгін тоқтамаймыз, өйткені өздеріңіз байқап отырғандай 3 бөлімнен тұрады екен. Қалыптастырушы бағалауда мұғалім 90 барысында өткізеді, яғни ағымдағы күнделікті бағалау болып есептелінеді. Ал енді оқушылар материалды оқу барысында тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағаны жөнінде оқушылар ақпарат ала алады. Оқушының ілгерілеуіне жөнінде мұғалім ақпарат алып, оқыту үдерісінде соны өзгеріске енгіздіріп отырады. Ал осы қалыптастырушы бағалауда оқушының рөлі қандай? Оқытуға белсене қатыса алады, күтілетін нәтижені түсінеді, өзін-өзі бағалайды, бірін-бірі бағалай алады. Енді мұғалімнің рөліне келетін болсақ, бұл бағалауда оқу жоспарына сәйкес бағалау критерийлерін анық жасап алу керек. Бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастырылады. Тапсырмаға дескрипторлар құрастырады. Оқушыларға тиімді кері байланыс бере алады және оқыту мен бағалау үдерісіндегі түзету енгізіп отырады. Енді осы қалыптастырушы бағалауды қалай өткізуімізге болады сыныптың ішінде? Яғни оқушылар жеке жұмыс жасауға болады, жұппен жұмыс жасауға болады, топпен жұмыс жасауға және топтың арасында бір-бірімен ауысып отырып жұмыс жасауға болады. Мен қазір айтып отырған бағалаудың барлығын қазір төменгі келесі екінші бөлімімізде тәжірибелік сабақта өздеріңіз көріп тамашалайтын боласыздар. Жиынтық бағалау белгілі бір оқу кезеңінде, яғни 90 оқу жылында орта білім деңгейі, сондай-ақ оқу бағдарламасындағы балл және баға қойылатын бөлімдер ортақ тақырыптарды аяқтаған кезде жүргізілетін бағалаудың түрі жиынтық бағалау. Бағалау критерийі білім алушылардың оқу жетістіктерін, деңгейлерін өлшенетін белгі, өлшем негіздеме. Ал дескрипторлар оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын бағалайтын тұжырым. Ал тапсырма бұл күнделікті оқушының құзыреттілігін, деңгейін, пәндік, тілдік және тағы басқа бағалауға мүмкіндіктер беретін нақты жағдайлар болып есептелінеді. Жалпы критериалды бағалаудың басты ерекшелігіне келетін болсақ, алдын ала ұсынылған бағалау шәкілі болады. Яғни бұрын біз бағалау шкаласы деп аталатынбыз, қазір шәкілі, яғни бағалау шәкісі болады. Осы критериалды бағалау бойынша анық айқындылығы, яғни оқушыға анық айқын екені көрініп отырады ерекшелігі. Бағаның әділдігі, баға әділ болады екен, өзін бағалауға мүмкіндік береді, яғни бала өзін өзі бағалай алады. Бағалаудың сауатты ұйымдастыру оқу процесіндегі ең қиын міндеттерінің бірі. Ал оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін сабақтарға пайдаланған кезде бұл міндет әлде қайда қиындай түседі. Негізінен біз бағалау терминінің түпкі төркініне көп мән бере бермейміз. Біз бағаның оқушы білімінің көрсеткіші деп қараймыз, алайда бұл бағаның шынайылығы күмәнді. Себебі біз кейде бағаны көтермелеп қойсақ, кейде бағаны төмендетіп қоямыз. Басында 3-ке оқыған оқушыға 3, 4-пен 5-ке оқыған оқушыға жақсы болып, соңына дейін таңбаланып қалатыны белгілі. Бұлай бағалау баланың білім деңгейін нақты да айқын көрсете алмайды.
Критериалды бағалау мұғалімге сапалы нәтиже болуды қамтамасыз ететін, критерийлерді құруға, өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға, оқу үдерісінің сапасын жақсартуға, әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отыруға, бағалаудың әртүрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға мүмкіндік береді. Мұғалімнің мұндағы рөлі әр сабақтың күтілетін нәтижесіне қарай алдын ала сын тұрғысынан ойлана отырып, дұрыс бағыт пен интербелсенді әдістерді оқушының икеміне қарай дайындауында. Баяндамамды қорытындылай келе, Абай Құнанбаевтың мына бір сөзімен аяқтағым келіп отыр. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады демекшімін. Құрметті әріптестер, бүгінгі мынау критериалды бағалау бойынша қысқа теориялық баяндамамды аяқтағым келеді. Жалпы сұрақтарыңыз болатын болса, түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, төменгі жақтағы шатқа жазып отырыңыздар. Енді осы критериалды бағалауды жаңа Шынар Нәлқожақызы айтып кетті сіздерге. Бұның түбін қуалап жету мүмкін емес. Себебі оны бір айтқан кезде ары қарай практика жүзінде, яғни тәжірибе жүзінде көбірек жұмыс істемейінше мұғалім түсіне қоймайды. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға, алдағы уақытта шығармашылық табыс тілеймін. Яғни біз жаңартылған бағдарлама аясына көшу үшін бүкіл Қазақстан осы критериалды бағалау бойынша оқушыларды тиімді бағалауымыз қажет деп ойлаймын. Бағдарламамыздың бойынша екінші баяндамашы жаңартылған білімге жаңаша көзқарас тақырыбында Назира Қалдарбек қызы мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысының баяндамасын тыңдаңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қонақтар және аудандық қалалық білім бөлімінде қатысып отқан онлайн семинарына қатысушылар. Бүгінгі менің баяндамам жаңартылған білімге жаңаша көзқарас деген тақырыпта. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында бәсеке басы білім, ел басқаратын болашақ, жастардың білімділігі мен біліктілігінде деген. Ендеше ұстаздар қауымы ел басқаратын болашақ жастардың білімін қамтамасыз ету керек. Сондықтан да мектептегі оқу үрдісінің барысы әр түрлі педагогикалық әдіс тәсілдермен жүйелі түрде оқушылардың шығармашылығын, ойларын дамытады. Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өрт талабы тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көп нұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелердің орындаушылық, шығармашылық бастамалықтарды қажет етіп отыр. Қай кезеңде, қай қоғамда болмасын, жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздарға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Кәсіби біліктілікті талап етеді. Қазіргі кезде республикамыздың білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Білім негізі бастауыш мектепке берілетіні анық, сондықтан да бастауыш сынып мұғалімі бағдарламасы кеңінде қаралып отыр. Бұл күн тәртібінде қойылып отырған күрделі мәселелердің бірі. Сондай қоғамдағы түрлі бағыттағы өзгерістердің бірі
12 жылдық оқыту моделі. Кезінде елбасы 21 ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық деп айтқан болатын. Егемен еліміздің әлемдік білім кеңістігіне енуге қазіргі Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру жүйесіне көшу, білім беру жүйесінің қазіргі уақытта болып жатқан соңғы өзгерістердің көрінісі болып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев келер ұрпақ алдында зор жауапкершіліктің жүгін арқалап келеміз деген сөзі жиі айтыла салған жоқ. Еліміздің болашағы мен көркеюі, өркениетті елдердің қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен көрінеді. Осыдан барып жас ұрпақтың бойындағы іскерлік пен қабілеттерін ашу және шығармашылыққа баулу мәселелері туындайды. Онсыз мектептің инновациялық үдеріс сатысына өтпей дамуы мүмкін емес. Себебі мектеп келешек ел басқарар, жер суына иелік етер, ел халқын гүлдендірер, мерейін өсірер, жасампаз жандарды шыңдар бірегей орта, киелі орын екенін білеміз. Ертеңгі болашақ бүгіннің мектеп қабырғасынан алынған білім нәрімен сусынданған оқушы. Ал білім негізі бастауыштан басталып қаланатыны бәрімізге белгілі. Сондықтан қазіргі таңда оқушыларға сапалы білім берудің тиімді жолдарын іздестіру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Жаңа бағдарламаның басты мақсаттарының бірі де осы: оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін енгізу арқылы Қазақстанның ұлттық білім беру жүйесіне арналған орта білім мазмұнын жаңарту. Орта білім мазмұнын жаңарту не үшін қажет? Елімізде білім беру саясаты мен тәжірибеге ықпал ететін келесі маңызды салаларды айтарлықтай өзгерістер орын алады. Ол салалар, мысал айта кететін болсақ, экономика, адамның өзін-өзі басқаруы, қарым-қатынас көлеміндегі жылдамдығы, еңбек нарығының құрылымы, шекарамыздың ашықтығы, біздің азаматтарымыздың ашылған мүмкіндіктер кеңістігіне енуі. Бұның барлығы бізде мұғалімнің функциясы мен тәжірибесінде трансляцияларда болады. Қазіргі кезде осы мақсатта оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңаша педагогтардың іс тәжірибелері зерттеліп, мектеп өміріне енуде. Заман талабына сай сабақ беру әдіс тәсілдері де жаңарып, жаңаша технологиялар мен модульдер анықталуда. Ол модульдердің бізге, балаларымызға, оқушыларымызға беретін пайдасы оқушының өзіне сенімділігі арттыруда, білімге баулуға, ой өрісін дамытатындай логикалық ой тастауға, осының барлығы мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Олай болса, қазіргі ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат өмірінің барлық саласындағы белсенді, шығармашылық, іс-әрекетке қабілетті, озық ойлы, тапқыр да нәзік, сезімтал, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Бастауыш мектеп оқушысының жеке тұлғаны қалыптастыру, оның рухани әлемін байыту, сабаққа ынта жігерін арттыру, жеке дарындылығын дамыту бүгінгі таңда негізгі мәселелердің бірі. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Жеке тұлға, яғни дарынды, шығармашыл тұлға қалыптастыру білім мен тәрбие берудегі мемлекеттің ең іскі маңызы. Халқымыздың ардақты ұлдарының бірі Міржақып Дулатов былай деп айтқан екен: жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда, теңдік жетсек те, жұртымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу, надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман деп ғылым, білім оқудың маңызын қара халыққа көрсеткен. Қазіргі кезде бастауыш сынып оқушыларының оқудағы жаңа өзгерістерге бет бұру үшін мен мынандай талаптарды ескерсек деп ойлаймын. Ол талаптар бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту, ойлау мүмкіндігін ең жоғары деңгейге жеткізу, шығармашылық іс-әрекетін үнемі ізденісте болуына жағдай тудыру, өзіндік
жұмыс түрлерін орындай алуы, баланың жеке қасиеттерін ашу арқылы тәрбиелей отырып, қабілеттерін қалыптастыру, ақпараттық технологияларды меңгерту. Сонымен қатар бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытуда өзекті мәселелердің бірі. Шығармашылық бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі өздігінен сапалы дәлелдер, шешімдер қабылдай білуі. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында жастарды белсенді, азаматтық ұстанымды, жауапты, жоғары адамгершілікті, отансүйгіштікті, сезімді және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастырған, шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға тәрбиелеу делінген. Бұл бағдарламаның мақсаты екені бәрімізге белгілі. Бүгінгі таңда ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелуде. Оқушылардың бойында 21 ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін қажетті дағдыларды дарыту үшін мұғалімдер тынымсыз еңбек еткені керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алатыны күн өткен сайын дәлелденуде. Жауапкершіліктің биігін көрінуі де жас ұрпаққа берілетін білім сапасы мейлінше арттыруды қажет етеді. Ал білім сапасын арттыру, оның дәйегін әлемдік білім кеңістігіне стандарттарға сай келтіру. Түптеп келгенде мұғалім оның кәсіби құзырлығына, әдістемелік біліктілігі мен шеберлігіне тікелей байланысты бола алады. Мен баяндамамды қорытындылай келе, елбасымыздың айтқан жақсы сөзі бар. Еліміздің ертеңгі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп айтқан қанатты сөзі бар. Ертеңгі келер күннің бүгінгідей гөрі нұрлы болуына ықпал ететін адамзат, ол құдіретті күш тек білімге ғана тән. Олай болса, білім берудің ізгілендіру, жаңа бағдарламалардың бүгінгі заман талабына сай болуы да осыған келіп тіреледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы бағдарлама бойынша қазір жаңаша бағыттағы бағалаудың тиімділігі өздерінің іс тәжірибесімен бөлісетін, осы жерде бастауыш сынып мұғалімдері келіп отыр. Несіпгүл апай мен Гүлләззат апайымыз, яғни 65-ші мектеп Ыбырай Алтынсарин атындағы. Бұл мектеп біздің тірек мектебіміз, яғни біздің кафедраның мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының тірек мектебі. Біз үнемі келген тыңдаушыларға, курсқа келген тыңдаушылардан үнемі тәжірибелік сабақтарды осы 65-ші мектепке алып барып отырамыз. Яғни осы екі апайдың іс тәжірибесімен бөлісіңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті онлайн сабағына қатысушы әріптестер және Өрлеу институтының мұғалімдері, сіздерді бүгінгі облыстық онлайн семинарына қош келіпсіздер. Ал құрметті әріптестер, мен Шымкент қаласы нөмірі 65-ші Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназия мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әлімтаева Несіпгүл боламын. Біз Ыбырай Алтынсарин мектебінің директоры Қатира Қырғызбайқызының басшылығымен осы критериалды бағалау әдісін біз 2012-2013 оқу жылынан бастап қолданып келе жатырмыз. Яғни біздің мектебіміз осы критериалды бағалау әдісін 90% қолданып келе жатыр. Осы 2014-2015 оқу жылынан бастап жаңаша бағыттағы бағалаудың тиімділігі атты әдістемелік құралымыз енгізіліп, қазір қолданыста жүріп жатыр. Мен қазір өзімнің әріптестеріммен бірге осы критериалды бағалаудың, яғни қалыптастырушы бағалаудың іс тәжірибесін сіздерге көрсетпекшімін. Жаңағы бағалаудың әдістері, мен әріптестеріме қалай бағалайтын көрсетемін. Осы әдістер арқылы біз бағалау әдістерін үйренеміз. Бірінші, міне жерде жұмысты аяқтағаннан кейін оқушы дәптеріне шаршының суретін салады. Егер берілген тапсырманы түсінгеніне сенімді болса, шаршыны, яғни жасыл түспен, егер аздап түсінсе сары түспен, түсінбесе қызыл түспен бояйды. Бұл қандай әдіс екенін қазір біздің әріптестеріміз айтып береді.
егер берілген тапсырманы түсінгеніне сенімді болса, шашыны шаш түспен, ал егер айта түсінсең, сарымен, түсінбесең, қызыл түспен қояды. Бұл әдіс шашылар деп аталады. Келесі әдісті әріптесім оқи қойыңыз. Сабақтың соңында қайтадан оқушылар бұл әдіс сабақтың басында және сабақтың соңында. Дұрыс. Яғни сабақтың басында және соңында деген әдіс. Келесі. Бұл әдісті мен саған, сен маған деу, Келесі. Бұл әр оқушыға төрт-төрттен A, B, C, D әріптері жазылған үлгерілген кестелер жинағын дайындалады. Жауаптың төрт нұсқасы бар сұрақтар қойып, немесе кеш жұмысын таратыңыз дейді. Ал оқушылар өздерінің дұрыс жауаптарына сай келген кестелерді көрсетіледі. Бұл A, B, C деген әріпті деп аталмайды. Оқушылардың басқармаларын көрсету арқылы сабақты қалай түсіндіруімізді түсіну деңгейін анықтауға болады. Басқармақты көрсету арқылы егер жоғары жақсы түсінуімізді ақыл береді, егер жартылай түсінуімізді жағдай басқармалы, егер де өзі түсінбесе оған не қажет болсын, сонда бұл басқарма. Дұрыс. Ары қарай, мінекей жаңа әріптесім айтып өтті, біз мына шаршыларды әдісін қолданамыз. Ары қарай. Міне сабақтың басында және соңында деген әдіс. Келесі әдіс. Мен саған, сен маған әдісі. Бұл жәндегі сыныпта жұмыс жүргізген кезде жәнде өздерінің орындаған тапсырмаларын бір-біріне алмаса отырып, бірін-бірі бағалайды. Яғни мен саған, сен маған әдісі. Және міне жерде бұл жаңағыдай әр оқушыға бөлініп беріледі, бұны жаңағы жұмыспен беріледі, және тест жұмысын тарату арқылы да бағаланады. Бұнда жәндегі ABCD әдісін қолданып, жәндегі өздерінің жауаптарын көрсету отырады. Келесі. Міне бас бармақ әдісі. Мұнда оқушылар жәндегі бас бармақ арқылы мен түсіндім, жаңағы жартылай түсіндім, көмек қажет деген әдістерін қолдану арқылы өздерін бағалап отырады. Келесі тапсырма. Бұл формативті бағалаудың тиімділігі күнделікті біз тәжірибеде қолданамыз, күнделікті сабақ барысында. Және оқушы үшін де, мұғалім үшін де өте тиімді. Және бұл сынып үлгерімін тексеріп білуге де көмектеседі, уақытты үнемдейді, оқушы біліміндегі олқылықтар дер кезінде жәндегі түзетіп отыруына мүмкіндік береді. Және бұл прогресті қамтамасыз ететін кері байланысты жүзеге асырады. Яғни күнделікті оқушылармен кері байланыс алып отырамыз ғой. Сол арқылы оның жәндегі сабақты түсінген, түсінбеген, қандайға деңгейде екенін біз біліп отырамыз. Және бұл ата-ана үшін де өте тиімді. Баланың жәндегі нені меңгермей жатқанын жаңағы оқушыларға критерий арқылы дескриптор бойынша біліп отырады. Қазір енді мен келесі екінші папканы сандық диктант, жәндегі берілген сөздер тағы да мен әріптестермен қазір іс тәжірибе арқылы тапсырманы орындауды көрсетемін сіздерге. Зат есім болса 1, етістік болса 2, сын есім болса 3, сан есім болса 4 деген сандарды қойып, сандық диктантын аламыз. Міне жерде мұғалімдерге мына тапсырмалар берілді. Мұнда жәндегі мысалда 23, ойнап жүр, кітап, ақылды, қыдырды, сары деген сөздер берілген. Осы сөздердің формуласын қойып, жәндегі міне жердегі өздерінің балын жинап көрсетеді. Бұл жат айта аламызшы. Бұл жерде бағалауға тапсырма қойып негізгі қазақ айтады.
мысалдар берілген 23 ойнар жүр кітап ақылды қыздарды тағы деген сөздер берілген төрт сөз тағына берілген енді сөздің формуласына байланысты біз әрқайсысына жаңағы өзінің формуласын алдын ала дайындап қоямыз ғой бірақ әрқайсысы бір жауап бір балмен есептеледі мысалға бірінші берілген 23 болады 23 болып таңертең төрт деген бағаны бағалап ойнар жүрген екімен кітап бұл затеті бірмен ақылды таңертең үшпен қыдырды және қайталап береді екімен ақылды ақылды түсінеді үш балмен бағаланады ал тағы және қайталанып келеді ол да үш деген жаңағы формуласымен сөздің формуласы барлығы бір балмен есептеледі келесі бір балмен есептеледі міне мына жерде иә мына жерде мінекей әріптестер қазір Гүлшат өзінің сөздің формуласын қойып шықты. Енді осының қазір критерия арқылы, яғни дескриптор арқылы дұрыстығын тексеріп өтеміз ары қарай. Міне жерде критериалды бағалауды өлшейтін және оқушының жетістігін өлшейтін бағалау критерийі. Міне жерде бұл біз көбінесе қалыптастырушы бағалауда біз білу және түсіну деңгейін қолданамыз. Негізі бұл бағалауда көбінесе Блум таксономиясымен негізделіп жасалынады. Біз қазір тек қана бір ғана тапсырманы көрсетіп отырмыз. Әріптестер, бұл жерде міне жерде А критерийі бойынша сөз таптарына бір-бірінен жаңағыдегі ажырата біледі. Яғни барлығын дұрыс орындаған жағдайда оған 6 балл. Яғни 5 деген баға қойылады. Егер сол тапсырмада бір қате жіберген болса, 5 балл. Яғни 4 деген баға қойылады. Ал тапсырмада 2 қате жіберсе, 4 балл. Яғни 3 деген баға қойылады. Тапсырмада егер 3-тен ары 6 қатеге дейін жіберсе, онда 2 деген баға қойылады. Мұнда мына жерде балалар дескриптор арқылы өздерінің қандай жетістікке жеткенін көріп отырады. Яғни өздерін бағалайды. Бұның ең тиімділігі, қалыптастырушы бағалауда тиімділігі, күнделікті бала өзінің қатесін өзі біліп, дұрыс бағалап отырады. Мінекей жаңаша бағыттағы бағалаудың ең керектісі осы. Ал жаңа айтып отырмын ғой, бұл критериалды бағалаудың ең тиімді тәсілдері уақыт үнемдейді. Мұғалім мен оқушы арасында кері байланыс жақсы орнайды. Және ата-ана үшін де, мұғалім үшін де, ата-ана сол дескриптор арқылы өзінің баласының, яғни оқушының қандай деңгейде меңгеріп жатқан және нені меңгере алмай атқанын көрсетеді. Күнделікті баға нақты қойылады. Ал біздің Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 63 мектепте біз қазір нақты осы қалыптастырушы бағалаумен де, жиынтық бағалаумен де жұмыс жасап жатырмыз. Қалыптастырушы бағалау күнделікті сабақта аптасына 3 күні біз 5 минут тест есебінде қолданып отырамыз. Және біз жәндегі бағалау әдістері бар ғой, бірін-бірі бағалайды, сабақтың басында соңында бағалайды, жәндегі ABCD арқылы бағалайды, осы жәндегі басбармақ арқылы бағалайды, осы арқылы біз күнделікті бағаланып отырамыз. Енді екінші қазір Ләззат Мекенбайқызына сөз береміз. Бұл кісі жиынтық бағалау бойынша өзінің тәжірибесімен бөліседі. Саламатсыздар ма? Онлайн конференцияға қатысушы әріптестер. Менің тақырыбым жаңаша бағыттағы бағалаудың тиімділігі. Енді жаңаша бағыттағы бағалау мынандай болу тиіс. Түсінікті болу керек барлығына. Икемді болу керек. Икемді деген яғни ыңғайлы, қолжетімді деген сөз. Көп құралды болу керек деген. Көп құралды деген түрлі әдістерін қолдану керек деген сияқты. Сосын және балаға психологиялық жайлы болу керек ол. Одан кейін жаңа бағанадан бері айтып жатыр, 2 құрамды қалыптастырушы және жиынтық бағалау. Менің енді айтайын дегенім жиынтық бағалау. Жиынтық бағалау бұл белгілі бір бөлімді аяқтаған кезде, немесе бақылау жұмысында, қорытынды тесттерде, емтихандарда оқушының осы аралықта не оқып үйренген есепке алу мақсатында жүргізіледі. Жиынтық бағалау. Енді мен қазір сіздерден
былтыр 4-ші сынып болдым, сол кезде қазақ тілінен, математикадан, дүниетанудан алған жұмыстардың бір парасын көрсетейін. Біз тапсырманы орындаған кезде ең бірінші диктант аламыз. Диктант алған кезде біз көбінде білесіздер 5 балмен бағалаймыз, 5 балдық жүйемен. Бірақ бізге көбінде 5 балдық жүйе тарлық етіп жатады. Мысалға айтатын болсақ, кейде бала 5-ке 7 келмей жатса, кейде ол балаға 5 плюс қойдым саған деп айтып жатамыз. Бірақ ол плюс жинауға қойылмайды ғой. Кейде сен 5-ке жетпей қалдың деп жатамыз. Ал бұнда біз 12 балдық жүйемен бағаладық. Яғни бұл жерде ең бірінші мысалға 12 бал болған кезде, мысалға егер де диктантты өте қатесіз, ұқыпты жазалса, мен 12 балмен бағалаймын. Ал егер де қатесіз жазып, 1-3 түзету болса, онда 11 балмен. Қатесіз 4 түзетуден көп болса, 10 бал. Енді ары қарай кете береді. Әр қайсына жеке-жеке, 1 қате болса 9 бал, 2 қате болса 8 бал деп, 3 қате болса 7 бал, 4 қате болса 6 бал, 5 қате болса 5, 6 қате болса 4 бал, 7 қате болса 3 бал, 8 қате болса 2 бал, 9 қатеден көп болса 1 бал болады. Яғни бұл жерде әркім өзінің жаңағы жазғанына қарай өзінің әділ бағасын алып жатады. Сосын екінші, бұл енді мен дескриптірім ғой. Екінші, бұл жерде өрмекші деген мәтін еді. Өрмекші деген мәтінде, мысалға мәтінге ат қоямыз деймін. Бұл жерде мәтін 3 бөлікке бөлінген, өрмекшінің өрмегі. Бірінші бөлігінде өрмекшінің өрмегі, сосын өрмекші, үшіншісі ең үлкен өрмекші деген осы 3 жауаптың біреуін бала табу керек. Бұл жерде неге бұлай істедік? Өйткені бұл жерде өрмекшінің өрмегі туралы да қысқаша бар. Онан кейін өрмекші туралы да жалпы айтылған, және ең үлкен өрмекші туралы да айтылған, жаңа терафоза блонда деген. Яғни бұл жерде бала үшеуі де сәйкес келетін сияқты. Бірақ енді үшеуіне ортағы өрмекші ғой, соны қоршайды. Бірақ көбінде бала, мен жерде баланың жұмысында келдім, қазір көрсетемін, бұл жерде көбінде жаңағы шатасып жатады. Сосын өрмекші сөзіне оған 1 бал бердім. Дұрыс болса 1, дұрыс болмаса бал жоқ болады. Өрмекші сөзіне енді фонетикалық талдау жасаған кезде 2 бал. Өйткені біз бастауыш сыныпта тек қана дауысты дыбыстарды, дауыссыз дыбыстарды ғана ажыратамыз ғой. Яғни дауыстының жуан жіңішке болатынын білсе, дауыссыздың қатаң ұяң үнді екенін білетін болса 2 бал болады. Ал егер де ол дауыссыз дыбыстарды білмей тек қана дауыстыны білсе, онда 1 бал болар еді. Одан кейін 3-ші, 4-ші тапсырмам сөйлемдерді жалаң сөйлемге айналдыру керек. Мен жайылма сөйлем берем, ол сөйлемдерді жалаң сөйлемге. 2 сөйлем, әр сөйлемге 1 балдан болады, сонымен 2 бал болады. Онан кейін балалардың танымдық қабілетін арттыру мақсатында біз әртүрлі тапсырмалар беріп тұрамыз. Мысалға өрмекшінің неше аяғы бар деген сияқты. Мына жерде тіпті суреті де берілген. Сонда балалар 8 аяғы болады, көбінде ана мұртшалармен қосып 10 деп шатасып жатады. Яғни бұл жерде баланың 1 бал береміз. Сосын әлемдегі ең үлкен өрмекші қайдан табылған? Венесуэладан дейді да. Бірақ бізде балалар көбінде әлемдегі ең үлкен өрмекші терафоза блонда ғой, сонымен шатастырып жатады. Неге олай істейді? Өйткені бала мәтінді көбінде соңына дейін оқымайды. Басын ғана оқиды да жаза салады. Яғни бұл жерде баланы зейінін шоғырландыруға да бағытталған бұл. Одан кейін мысалға тапсырмалар көп. Одан кейін сөз тіркестерінде өттік. Сөз тіркестерін 4 графаға бөліп, мына жерде жақсы көрінбей қалыпты. Мысалға сын есім мен зат есім тұратындарын 1-ші графаға, зат есім мен зат есімнен тұратындарын 2-ші графаға, сан есім мен зат есімнен тұратындарын 3-ші графа деген сияқты. Одан кейін зат есім мен етістіктен тұратындарын. Одан кейін ең соңғысында біз жаңағы 3 тілді қатар сыныпта көбінде қолданамыз. Мысалға кез келген өрмекші туралы сабақ өтсек, біз балаға оның орысшасын да, қазақшасын да білдіруге тырысамыз. Яғни бұл жерде өрмекші деген сөздің орысша, ағылшынша баламасын жазу керек бала. Көбінде балалар паук деп біледі, бірақ оның спайдер екенін былайша білгенмен, көп балалар мысалға олар оны неге бұны алды? Өйткені бұның фильмін жақсы біледі, мультфильмін жақсы біледі, олардың сөмкелерінде бар логотипі, онан кейін олардың пеналдарында бар. Мұнда да баланы жаңағы ұқыптылыққа, жаңағы зейінін тұрақтандыруға бағытталады. Өйткені соның менде бір жағдай болды, балада спайдер деген несі болды, пеналы болды да, сонда сол бала спайдер дегенді қате жазғанда, сонда ол баланың ойына жаңағы пеналдағы сөзді жазу келмеді. Мысалға деймін да, бұл жерде мен кейін оған айттым да, сонда бұл енді баланы бір жағынан ұқыптылыққа да баулиды, байқампаздыққа. Одан кейін сызбаны толтыр деген мәтіннің түрлері.
яғни бұл жерде бұл жиынтық бағалауда бүкіл бір тарау не қылады, бағаланады, бір тарау бойынша не білді, сол бағаланады, бәрі қамтылады. Енді бұл жерде міне дескриптор құрдым мен. Мысалға енді міне мынаның бәрін, дескриптордың бәрі, мысалға жаңа балдардың бәрін айттым. Екеде мәтінге ат қоя біледі, ол 1 балл болады. Дауысты дыбыстар бағана айттым ғой, ажырата білсе 1 балл. Бала мына жерде баланың жұмысы. Бұл жерде бала не алған? 9 балл алған. Өйткені шылаумен нені жалғауды, көмектесетін жалғауын ажырата алмаған. Бақалармен дегенді, кесірткелермен дегенді бөлек жазып болған. Көрдіңіз бе, соған бола, абылайша дәстүрлі бағамен болғанда біз 5 қояр ма едік, 4 қояр ма едік деп отыратын еді, 2 қате. Сондағы болмайтын шылау ғой. Сөйтен бөлек жазып болған екен, 4 қойсам екен, 5 қойсам екен деп, енді қанша дегенмен ойланамыз де, 4 қойып жатамыз. Ал бұл жерде бала өзіне лайықты 9 балын алды. Одан кейін екінші ол өрмекші сөзіне фонетикалық талдау жасай алды да 2 бал алды. Сосын төмендегі сөйлемдерді жалаң сөйлемге айналдыра алды. Онда да 2 бал алды. Үмкін келесі ретін ашып беріңіз. Өрмекшінің неше аяғы бар екенін де таба білген, әлемдегі ең үлкен өрмекшіні де таба білген, кестеге төмендегі сөз тіркестерін дұрыс орналастырған. Бірақ анау өрмекшінің орысшасын тауық деп тапқанмен ағылшынша аудармасын таба алмаған спайдер. Сондықтан ол 1 бал алды. Сөйтіп ол бала 24 балдан 20 бал жинады. Яғни 5 деген баға, бұл жерде 22-24 балға жауап берсе, максимальный балды алса, 96-100% орындаса, оған 5 деген баға қойылады. Ал егер 18 бен 21 балдың арасында жинап, 75-87% қамтыса, оған 4 деген бал қойылады. Ал 13-17 балды қамтып, 54-71% қамтыса, 3 деген баға қойылады. Ал егерде 24 балдың жартысы 12 бал, яғни 4-50%-ның арасы болса 2 болады. Яғни жұмысты 50%-дан төмен істесе 50 бал. Біз бұны әбден неден өткізгенбіз өзімізден. Бұның балдары осы уақытқа дейін бірнеше рет өзгеріп келіп, ең сонда осылай біз тұрақтадық. Өйткені проценттер, қайта проценттерін шығардық, сай келе ме, келмей ме, балаға да обал болмасын дедік. Әртүрлі бұл әбден пісіп, сараптаудан өтіп барып, осылай жасадық негізінде. Одан кейін 50%-ді неге алдық? Мысалы, НТ-ның өзінде де, енді мен жоғарыласа бермеймін, бірақ негізінде 6-7 балл болса, 3 қойып жатады кейде, математикадан. Ал біз олай 25 сұрақтың. Ал біз өйтпедік. Біз тапсырманың, мысалға 24 сұрақ болса, соның 12 сұрағын білмесе, біз 2 қойдық, 50%. Бала стандартты деңгейде нәтижесін көрсете білу керек деп. Өйткені неге ол не қылау? Өйткені бұның арасында стандарттан тыста жағдайлар нелер бар. Байқадыңыздар ма? Мысалға, бірталай мысалға танымдық нелеріне байланысты, қабілеттеріне байланысты арттыруға сондай артық тапсырмалар бар. Бұл жерде де математикада да 24 балдық жүйемен жасадық. Мысалға, мына жерде вагончиктер қойып қойғанбыз. Пойызда қандай сандар кетіп бара жатқанын вагондарға класс атауын жазып көрсетеді. Яғни бұл жерлерге бала класс атауларын жазады. Мысалы, бірліктер класы, мыңдар, соңынан басталады ғой бізде. Бірліктер, мыңдар, миллиондар, миллиардтар класс деп астында жол тұр. Көрдіңіздер ма? Сол жолдарға жазады. Одан кейін екінші тапсырмасында осы берілген сандардың разрядын жазып көрсетеді. Мысалға, мына жерде 5 деген сан бар. Сол қай разрядта тұр? Яғни бұл жерде 9-шы разрядта тұр ғой. Соны жазады. 6 деген қай разрядта тұр? 4 деген. Яғни бұл бала класстың атауын да біледі, және оны разрядқа да жіктей алады, сонда 2 балл болады. Егер ол класстың атауын біліп, ал разрядқа жіктей алмаса, ол 1 балл болады. Одан кейін сандарды разрядты қосылғыштарға жіктейді. 139.233 деген. Бұдан да бала көп қателесіп жазады. Бізде матта болсын, немесе кез келген тесттарда осындай тапсырмалар көп келеді. Бұл да базалық деңгейдегі берілетін тапсырмалар. Одан кейін баған түрінде орындау. Бізге де ең керегі, бастауыш сыныпта 4 амалды қосу, азайту, көбейту, бөлуді біз нықтап білдіріп жіберуіміз керек. Сосын мына жерде ода 4 тапсырма болғандықтан 4 амал. Мысалға 4 балл қойылған. Кейде біз тапсырма беріп жатамыз. 4 мысал береміз де, үшеуі қате болса неше қоямыз білмей қаламыз. 2 қоямыз ба, 3 қоямыз ба,
мысалға төртеудің екеуі дұрыс болмай қалса да, әсіресе ол тілде қою оңайлау қазақ тілінде, а математикада сәл бізге қиындық көп кездеседі. А мына жерде әр қайсысына жеке балдан қойып қойған. Бір тапсырманы орындаса 1 балл, 2 тапсырманы орындаса 2 балл, 3 тапсырманы деген сияқты. Мына жерде сәйкес формуланы, тікбұрыштың периметрін жазады, шашының ауданын жазады, параллелепипедтің көлемін жазады. Яғни әр қайсысында 1 балдан береді. Кестені бәрі осындай. Бұда да дескриптор жасалады. Яғни мына жерде мен дескрипторлар жаздым, сосын жетістік деңгейін жаздым. Яғни егер де сандарды классқа жіктей алады десе 1 балл, берілген сандардың разрядын жазып көрсете алады десе 1 балл. Сосын біз міндетті түрде күнде логикалық тапсырма қосамыз, логикалық тапсырмаға өте жоғары балл 4 балл береміз. Яғни 4 балл, ол 24 балдың 4 баллын опырып алады да, ол 4 логикалық тапсырманы істей алмаған адам еш уақытта 5 ала алмайды екен бұл жерде. 20 балл болып қалса, ол барлық тапсырманы орындағанның өзінде ол 4 балл алады. Ал енді сондықтан логикалық тапсырмаларда біз көбінде сол ізденіп, шетелдік ақпараттардан іздеп, соны өзімізге ыңғайлап, оңтайлап алдық. Енді бұның да дескрипторын айтып өтейін. Берілген сандардың разрядын жазып көрсете алса 1 балл. Осылай кете береді. Сандық разряд қосылса жіктей алады 2 балл. Көбейту мен бөлуді баған түрінде орындалай алады 4 балл. Деп осылай сіз өзіңізге дескриптор құрып келесіз алдын ала. Бұны үйге балаға беріп жібереміз біз 1 апта бұрын. Бала үйіне барады, ой, апай, мен сандарды менің тапсырманың өзін білмеймін. Не орындау керек екенін білемін. Сонда ол сандарды класстарға жіктей алады дегенді оқиды да, ата-анасы, балам үйге сандарды класстарға жіктеуді беріпті ғой, қой соны дайындалайық дейді. Берілген сандардың разрядын жазып көрсет депті мұғалімің. Яғни сіз разрядтарға жіктеуді үйренейік дейді 1 апта бұрын. Онан кейін көбейту мен бөлуді баған түрінде екен ғой дейді. Соны үйретеді. Тікбұрыштың аудан формуласын білуің керек екен деп, балам мұғалім мына жерде балаға ата-анамен дайындалғанға да ыңғайлы. Осыны қарасында есептің өзі келмейді, жаңағы тапсырмалар келеді. Атауы келеді да, не істеу керек екені. Мысалға жаңағы тікбұрыштың периметр келеді, шамалар келеді, күрделі теңдеу келеді, логикалық есеп келеді. Соған бала үйде жақсылап дайындалып келген кезде, яғни жаңа айттық қой, баланың нелері бағалауда алдын ала эталон беріп қояды деп, жаңа ерекшеліктер дегенде көрсетілді ғой. Сол эталонымыз осы болады. Мен жалпы мағлұмат бердім. Рахмет сіздерге. Рахмет, Ләззат Мекенбайқызы. Жалпы қазір айтып өткендей, негізінде қалыптастырушы бағалауға қарағанда жиынтық бағалау сәл күрделірек болады. Себебі әр бөлім біткенде, әр 90 аяқталғанда, жылдық аяқталғанда қорытындыны шығарып отыру, яғни бала бір тараудан не түсінді, соны қорытындылай келе балды шақыны, яғни бағаға айландырып отырған. Бұл 65-ші мектептің қазір іс тәжірибесімен таныстыңыздар өздеріңіз. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, тікелей сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, жауап беруге тырысамыз, пікірлеріңіз болса тағы жазыңыздар, уақыттарыңыз бар. Сондықтан жалпы мағлұмат критериалды бағалау бойынша аз болса да мағлұмат алды деп ойлаймын. Аудандық білім бөлімі, яғни қалалық білім бөлімінің мұғалімдері, қызметкерлері. Егер мысалға түбінде біз осы бағалаудың осы тәсіліне көшеміз. Жаңартылған бағдарлама аясында осы бағалаудың осы тиімді тәсілдеріне көшеміз. Сондықтан мұғалімдерге айтарым, ең құрғанда қай жақтан алсаңыздар да, ақпарат көзінен алсаңыздар да, газет журналдан алсаңыздар да, бізбен хабарлассаңыздар да, негізінде критериалды бағалау туралы өзіңізге мәлімет көбірек жинап, теорияны практикаға айландып, көбірек таныса берулеріңізге болады. Енді осы бағдарламамыздың қорытындылай келе, қазір сіздерге мына жерде шатқа түскен сұрақтар бар, пікірлер бар. Біраз мағлұмат алдық. Рахмет. Критериалды бағалау түрлерінің теориясын түсінуге ауырлау, көбірек тәжірибелік негізде курстар ұйымдастырылса. Құда қаласа курстар өтеді. Ауыр екенін оны өзіңізде байқап отырсыздар. Ауыр екенін себебі сіздерге аз болса да мағлұмат критериалды бағалау деген не екенін, қанша түрі бар екенін айтып өттік деп ойлаймын. Курстар басталады. Соған қарай осы критериалды бағалау бойынша түсінік аласыздар. Бағалаудың әдіс тәсілдері ұнады. Рахмет ұнағанға.
Номер 65 мұғалімдері мен ұйымдастырушыларға рахмет, жақсы ақпараттар алып жатырмыз. Рахмет сіздерге де. Жаңашыл ұстаздардың еңбегі жана берсін. Айтқандарыңыз келсін. Бағалау бойынша өзімізге тиісті ақпараттар алдық. Рахмет сіздерге. Тағы бір пікір келіпті. Дескриптор жасағанда қандай әдістемелік жұмыстар қажет еді? Несіпкүл апайдың қазір өздерінің осы 65 мектептерден осы практикалық жұмыстарының айтқан әдістемелік көмекші құралдар бар. Әдістемелік көмекші құралдар мұғалімдерге жасап қойған. Егер осы құралды көрініпті ма? Осы құралды егер тауып алатын болсаңыздар, осының ішінде бүкіл дескрипторлар қалай жасалыну керек екені көрсетілген. Барлық пәнге жеке-жеке жасалынып қойған. Яғни бұл әдістемелік көмекші құрал осы Әлімтаева және Рүстембекованың жаңаша бағыттағы бағалаудың тиімділігі деген құрал сіздерге ұсынылып отырған. Негізгі бүгінгі облыстық онлайн семинар бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған. Егер аудандық білім бөлімінің сұранысы бойынша, бір мектептің жеке сұранысы бойынша, осы критериалды бағалау бойынша шебер сыныптар ұйымдастырып берілсін десеңіздер, осы номер 65 мектептің 2 мұғалімі сіздерге барып шебер сынып өткізіп бере алады. Сұранысты осы Өрлеу институтына жібересіздер, содан кейін осы 65 мектепке біз шығып отырамыз. Жалпы облыстық онлайн семинарды уақытымыз тығыз аяқталып қалды. Қорытындылай келе, жалпы мен өзімнің отырған әріптестеріме және сіздермен бірге отырып рефлексия жасағым келіп отыр. Яғни осы алған қазіргі 1 сағаттың көлемінде алған мағлұматқа кері байланыс жасағым келеді. Алдарыңызға көріп отырған сурет, бейне, айна, кадоскоп, яғни одан кейін дүрбі, дұрыс болып тұр. Айнамен бетімізді көреміз, майда қиқымды кадоскоп арқылы үлкейтеміз, дүрбі арқылы жақындатамыз, үлкейтеміз. Енді сіздерге рефлексия, әріптестер, жалпы бүгінгі өткен осы онлайн семинар бойынша, осы критериалды бағалау бойынша 3 сөйлем айтыңыздар, осы алдарыңызда тұрған бейнеге қарап. Рахмет сізге. 65, сіздер бір сөйлеңіздер, соны қорытындылаймыз. Айналаға қарап, айналаға ұзақ мерзім баламаймыз ғой. Жақын арақаш балам. Бірімен ұзақ мерзім балам. Жақынды да, ұзақты да екеуін қосып, біз кадоскопты яғни зерттеу әлі тоқталмайды екен сонда. Яғни критериалды бағалаудың зерттеуі өте көп. Сондықтан бүгінгі мынау облыстық онлайн семинарда 1 сағат болса да сіздер азғантай мағлұмат алдыңыздар. Бұны әлі іздену керек, қолдану үшін ізденісті көп қажет етеді деймін. Сондықтан қатысып отырған бүгін аудандық қалалық білім бөлімінің қызметкерлеріне, бастауыш сынып мұғалімдеріне және Өрлеу институтының қызметкерлеріне, номер 65 гимназия мектебінің ұжымдарына үлкен рахметіміз айтамыз. Жақсы, сау, саламат болыңыздар, тікелей хабарласыңыздар. Бүгінгі мағлұматқа тыңдағандарыңызға көп рахмет.